Мақтақыз бен мысық ертегісі. Сказка «Девочка Макта и кошка». Мақтақыз бен мысық ертегісінің кейіпкерлері. Мақтақыз, ағаш пен жапырақ, дүкенші мен сағыз, қыздар мен су, тауық пен жұмыртқа, сиыр, мысық пен тышқан және де сүт. Баяғыда Мақтақыз деген қыз өмір сүріпті. Бір күні үйін жинап жүріп, жерден бір мүйіз тауып алады. Мысығымен бөлісуді шешеді. Мысығы келмейді. Сонда қыз мүйізді өзі жеп қояды. Жила-была девочка по имени Макта. Однажды, убираясь в доме, она на полу находит изюм. Решает поделиться со своей кошкой, но ее кошка не отзовется. Тогда девочка решает сама съесть изюм. Біраз уақыттан соң мысығы келеді. Қыз оған мүйізді жеп қойғанын айтады. Мысық ашуланып, қыздың сүтін төгіп тастайды. Қыз оның құйрығын жұлып алады. Через некоторое время приходит кошка. Девочка говорит ей про съеденный ею изюм. Кошка, разозлившись, разбивает кувшин с молоком. Девочка отрывает кошке хвост. Сонда мысық тұрып, «Мақтақыз, Мақтақыз, менің құйрығымды берші» дейді. «Егер сен маған сүт әкеліп берсең, мен саған құйрығыңды беремін» дейді Мақтақыз. Тогда кошка скажет: «Девочка Макта, дай мне мой хвост». «Девочка Макта, если ты принесешь мне молоко, то я отдам твой хвост», скажет она. Мұнайған мысық сиырға барады. Опечаленная кошка пойдет к корове. Сонда мысық сиырға келіп: «Сиыр, маған сүт берші». Тогда кошка, придя к корове: «Корова, дай мне молоко». «Сен маған жапырақ бер, сонда мен саған сүт беремін». «Ты дай мне листочек, тогда я дам тебе молоко». Сосын мысық ағашқа барады. «Ағаш, маған жапырақ берші». Тогда кошка пойдет к дереву и скажет: «Дерево, дай мне листочек». Сонда ағаш айтады: «Сен маған су бер, сонда мен саған жапырақ беремін». Тогда дерево скажет: «Ты дай мне воды, тогда я дам тебе листочек». Мысық суға бара жатқанда, мысықтың алдынан екі қыз шығады. Олардың қолдарында су болады. Сосын мысық қыздарға жүгіріп барып: «Қыздар, маған су беріңдерші», дейді. Когда кошка шла за водой, ей по встрече встретились две девочки. У них была вода. Тогда кошка подбежала к ним и сказала: «Девочки, дайте мне воду». Сонда қыздар айтады: «Сен бізге сағыз бер, сонда біз саған су береміз». Тогда девочки скажут: «Ты дай нам жвачку, тогда мы дадим тебе воду». Сосын мысық дүкенге барады. Ол дүкенде дүкеншіні көреді. Мысық дүкеншіге айтады: «Дүкенші, маған сағыз берші». Тогда кошка пойдет в магазин. В магазине она увидит продавца и скажет продавцу: «Продавец, дай мне жвачку». Сонда дүкенші айтады: «Сен маған жұмыртқа бер, сонда мен саған сағыз беремін». Тогда продавец скажет: «Ты дай мне яйцо, тогда я дам тебе жвачку». Сосын мысық тауыққа барып: «Тауық, маған жұмыртқа берші». Потом кошка, пойдя к курице: «Курица, дай мне яичко». Сосын тауық айтады: «Сен маған дәм бер, сонда мен саған жұмыртқа беремін». Тогда курица скажет: «Ты дай мне зерно, тогда я дам тебе яйцо». Енді мысық
тышқанға барады. Ол тышқанға айтады: «Тышқан, тышқан, сен маған дәм бер. Бермесең, мен сені ұстап аламын да жеп қоямын» дейді. Тогда кошка пойдет к мышке и скажет: «Мышка, мышка, дай мне зерно, а если не дашь, то я тебя съем». Сонда тышқан айтады: «Жарайды, мен саған қазір дәм беремін» дейді де үйінен дән алып шығады. Тогда мышка скажет: «Хорошо, я сейчас дам тебе зерно». Сказав это, она пойдет домой и принесет много зерна. Мысық тышқаннан дәнді алған соң, тауыққа апарып береді. Тауық оған жұмыртқа береді. После того, как только она возьмет зерно с мышки, кошка отдает зерно курице, а курица дает ей яйцо. Сосын мысық алған жұмыртқасын дүкеншіге апарып береді. Дүкенші оған сағыз береді. Кошка, взявшая яйцо курицы, дает яйцо продавцу. Продавец дает ей жвачку. Мысық дүкеншіден алған сағызды қыздарға берді. Қыздар оған су береді. Кошка, взявшая жвачку от продавца, дает ее девочкам, а девочки дают ей воду. Сосын мысық суды ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. После этого кошка отдает воду дереву. Дерево дает ей листочек. Ал енді мысық алған жапырақты сиырға береді. Сиыр оған сүт береді. А теперь, взявшая листок кошка, дает этот листок корове, а корова дает ей молоко. Енді мысық алған сүтін мақта қызға апарып береді. Ал қыз болса, оған құйрығын қайтарып береді. Сөйтіп екеуі достасады. Взявшая молоко, кошка пойдет к девочке мақта и даст ей молоко, а кошка вернет ей хвост, и они подружатся. Мақта қыз бен мысық ертегісінің соңы. Конец сказки «Мақтақыз и кошка».